Бұл жерде әуежайда тек қана Өскемен мен немесе Қатонның арасында ғана әуе қатынасы болмайды. Біз оны осы Қатон-Қарағайдан Астанаға, Алматыға тікелей ұшу мүмкіндігін қарастырып отырмыз. Оған қоса қазір жұмыс істеп бастадық. Бұл Қытай Халық Республикасымен бірге, яғни Үрімшіден және Қанастан және Алтайдан осы жаққа халықаралық әуе қатынасы болу мәселесін пысықтап отырмыз. Мемлекет басшысының өткен жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауындағы берген тапсырмасының жүйелі түрде іске аса бастауын. Мына керемет 2 әуежайдың құрылысы басталып жатыр. Оның бірі Зайсан қаласындағы әуежай, екіншісі осы Қатон-Қарағай ауылындағы әуежай. Бұл жерде 8-9 ай бойы қысқы туризммен жұмыс жасауға болады. Ар жағында тағы да 2-3 ай жазғы туризм, понтовое лечение осы бағытта жұмыстарын жасап, былайша айтқанда жыл 12 ай туризмнің әлеуетін дамытуға бұл Қатон-Қарағайда мүмкіндік бар. Оған бірден-бір қажетті жағдай әуежай салу болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында әуежай құрылысының басталуына барлықтарыңыз куә болып отырсыздар.